Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біз өткен сабақта жай теңдеуді шешудің азайту амалын үйренген болатынбыз. Енді жай қарапайым тілмен қосу амалын үйрететін боламын. Қосу амалында x бірінші тұрса да, x екінші тұрса да, тек қана біз сан мен санды азайтатын боламыз. Қосу амалында тек қана азайтамыз. Көрейік, тексеріп, x қосу 10 тең 20 деп алатын болсақ, x бірінші тұрса да, екінші тұрса да, біз не істейміз дедік? Сан мен санды азайтамыз x табатын кезде. x тең 20, үлкен санын жазамыз 20, азайту болып өтеді 10. x тең 20-дан 10 алсақ 10. Теңдеуіміз тексереміз. x-іміз тауып алдық 10 шықты. 10-ды x-ның орнына қойып аламыз, бастапқы теңдеуге ораламыз. x-імізға 10-ды жаздық, қосу 10 тең 20. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Енді x бірінші тұрған жағдайда біз азайтамыз дедік қой. Енді x екінші тұрса да, біз азайтамыз. Қосу амалында тек қана азайтамыз сан мен санды. x бірінші тұрса да, x екінші тұрса да, біз сан мен санды азайтатын боламыз. Енді 10 қосу x тең 15 деп алатын болсақ, x тең үлкен санымыз 15, қосу азайту болып өтеді, азайту 10. x тең 15-тен 10 алсамыз 5. Теңдеуіміз тексереміз, бастапқы теңдеуге ораламыз. Бізде 10 қосу x-іміз тауып алдық 5 шықты, 5 тең 15. Теңдеуіміз шықты. Дейін қойып тыңдағандарыңа рахмет. Түсінікті болады деп ойлаймын сендерге.